Бәршеге ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Бәріңіз күткен сол хардкор мирға қайтадан оралдық. Мен алдыңғы видеода өліп қалғаным үшін осы видеода енді 100 күнге жеткеремін деген үміттемін. 100 күнге жеткермесем де 50 күнде бітіруім мүмкін. Қашан драгонды өлтірем, сол уақытқа дейін болады. Өздеріңіз көріп отқандай барлығы бір сценарий болып жатыр. Бұл жерлердің барлығы киркас деймен, ағаш киркас деймен баста, кейіннен темір, ал тас аламан. Сондай өзіме таслы инструментлерді істеймін. Таслы инструментлерді істеп болғаннан кейін мына жерде мен ауыл тауып аламан. Һәм ол ауылдан өзіме керекті затларды алып алдым. Маған диван керек, һәм де пшеницалар керек болады, яғни савандар. Оларды алдым. Һәм де мына бір голем братчикінің шапалағын беріп жібердім, һәм оның темірін өзіме сыйлық ретінде алып алдым. От души жүрек десең темір, братан. Короче, енді мен мынандай жетелерді қамап қою үшін мынандай шұқыр қаздым. Һәм де өзімнің кішігірім базамды істеп басладым, шит істеп алдым. Сундук істеп затларым толып кеткен үшін сундук істедім, һәм мынандай қылып қойдым. Ішіне барлық затым салып алдым. Керек емес затларды салып алдым. Һәм де енді жаңағы жетелерді мынандай ұсылмен кіргізуімізге болады. Барлық дивандарды алып келесіз. Алдыңғы видеодағыдай барлық дивандарды алып аласыз. Олма бір диванам қалмау керек, өзіңіздің диваныңыз қалмау керек. Һәм де алып болған шығарман деген ойдамын. Һәм мынандай жаңағы шұқырыңызға, өзіңіздің қысқан шұқырыңызға барлық дивандарды қойып шығуыңыз керек. Һәм де солардың бәрін қойып болдық. Жоқ, қойып болған екенбіз. Енді қойып болдық деген үміттемін. Мынандай паркур істей алатын жетелер болса шығады. Тек мынандай қылып чырт деп жүрсеңіз, бам деп жүрсеңіз, енді барлығы келеді. Себебі рейд болып жатыр деп ойлайды, һәм өзінің төсегіне жүгіреді бар болар. Төсегі оларға тұзақ болады. Не, көріп отқаныңыздай барлығы келіп жатыр. Големдер пайда болып басылады, өзін қорғау үшін. Сол големдерден мен өзіме темір бронежилет істеймін, алда көресіз. Ұлыма шахтаға түспеген алда, тек темір големдерді өлтірген алда темір бронежилет істеймін. Һәм ендігі мақсат мен мынандай қылып шауып шығуым керек. Себебі бір зомби түсіп кетсе, барлығын зомби жетелге айландырып тастауы мүмкін. Соның үшін мынандай барлығын жауып тастаймын. Негедір наман қатып қалған екен, бірақ бұл мандада мен бір өлтіріп едім големді. Шит темір болды менде. Сөйтіп мен айланып жүрсем, голем өліп жатқан дауысын естідім. Қарасам, мына жақта голем өліп жатқан екен. Неге өліп жатқан білмейміз. Һәм де мен бронежилетімді істеп болдым. Темірден големдерді өлтіріп. Кейін болса мен жетелермен сауда сатықты бастадым. Себебі мен бұл жетелер соның үшін қамып болған едім. Өзімнің изумруд алу үшін сондай языларды істедім. Һәм өзіме керекті кітап тауым керек еді. Соның үшін. Һәм мен өзіме шахта қазып алдым. Һәм ол шахтаны қазу davamında мен өзіме кішігірім темір тауып алдым. Һәм мен бедрокқа да жетіп келдім. Һәм кішігірім жүргеннен кейін мен алмазларды тауып алдым. Мен әлемде алмазлар мынандай көрінеді, себебі бұл текстура пактан. Һәм мен темірлерді ертіп алдым. Һәм одан темір кирка істеп
алмазларды қазып алдым. Hem ол 8 дана алмаз екен. Hem тек алмаз тауған жерлерімді видеоға түсірдім. Hem бұл шахтадан шығуға қарар еттім. Мен тауған байлықтарын сандыққа салдым. Темірлерді ерту үшін пешке істедім. Ол пеште темірлерді ертіп алдым. Өзімнің Қытай болған пермама қарап, кішігірім ретлеп алдым. Мынандай қылып су құйып қойсаңыз, қайтып шығуыңызға түсуіңізге аңсат болады. Сіздерге лайфхак. Hem мен өзімнің үйімді салуға қарар еттім. Hem бірінші нәбетте мына бір жерлерді тазалап алу керек еді маған. Бұл бір көзді ашып жұмған алды, барлық жерді тазалап алдық. Големон маған қарап тұрыпты, білмеймін неге екен. Текіс жерімізге қарап тұрып, өзімізге алмазный броняларды істеп тастадық. Киіп алмақ. Өзімнің үйіме керек болған кішігірім теректерді шаудым десем болады. Мен жолда Ера мен Беканы көріп қалдым, оларды қорасына кіргіздім, екеуін көбейтіп кеттім. Hem мен жетелдер жинап қойған жерім таза голем перма болыпты. Мен олманнан арқайын темірлерді ала беретін болыппан. Маған жақсы болды не болса да. Бұл бала пақыр маған 4 темір беріп кетті. Мен өзімнің жұмысымда давам еттім. Мен ағаш жинап жатырып едім. Үй салуға кірісіп кеттім қашан. Көре бересіз мына аяғын. Мен көп өзімді ақылған алдым, мынандай үй шығардым. Қалай нормально болып па? Елі де бұл үйді декорациялаймыз деген ойдаман. Соның үшін барлық затты ішке сортировкалап кіргізіп қойдым. Тек сілеріне битті қараңда. Қандай сұлу. Мен өзімнің ескі пермамды чөп бет жоқыл жібердім да, оң орнына тоқта. Чөп бет жоқыл жібердім да, оң орнына мен технология істеп қойдым. Короче, ол технологияны ендігі видеоларда көретін боласыз. Осымен мен достар, менің 20 күндік выживанием өзінің ақырына жетті. Кейінгі видеоларда көріскенше деп қаламын.